Орталық Азияда еңбек көші-қон бағдарламасының екінші модуліне қош келдіңіз. Бұл модульде біз көші-қон шығындарын есептеуге назар аударамыз. Көші-қонның қаржылық аспектілерін түсіну, саналы шешім қабылдау және тиімді жоспарлау үшін маңызды. Бұл модуль сізге көші-қон шығындарын бағалауға және қаржыны басқаруға қажетті білім мен құралдарды ұсынады. Курстың негізгі мақсаты мигранттар мен олардың отбасыларын қаржылық сауаттылық арқылы қолдау. Қаржылық ұғымдарын түсініп, жоспарлау арқылы олардың қаржылық қызметін дұрыс пайдалана отырып, өмір сүру деңгейін тұрақты түрде жақсарта алады. Бұл курс сізге көші-қон шығындарын есептеп, қаржылық шешімдерді саналы түрде қабылдауға көмектеседі. Бүгінгі тақырыптар: өмірлік мақсаттарды қою, көші-қонға байланысты қысқа және ұзақ мерзімді мақсаттарды анықтау, көші-қон шығындарын есептеу, көші-қонға қажетті қаржылық ресурстарды бағалау, қаржылық жоспарлау, мақсаттарыңызға жету үшін қаржылық жоспар құру, негізгі қаржы ұғымдарын түсіну, салық салу, тәуекелдерді басқару, алаяқтық және ақша аударымдары. Модульде біз сізге көші-қон үшін қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді мақсаттарды анықтауға көмектесеміз. Сіз өз отбасыңыздың мақсаттарын қалай суреттеп, оларды салыстырып, басымдылық беруді және мақсаттарға жету үшін қандай іс-әрекеттер жасау керектігін үйренесіз. Айқын мақсаттар қою қаржылық тұрақтылыққа және табысқа жетуді алғашқы қадамы болып табылады. Біз жұмыс табу жолдарын, опцияларды салыстыру, өз елінде жұмысқа орналасуды немесе мақсатты елде жұмыс табуды талқылаймыз. Сондай-ақ сізге ЖСН туралы түсінік беріледі. Оны не үшін білуіңіз қажет екенін түсінесіз. Сонымен қатар, біз өмір сүру құны туралы да сөз қозғаймыз. Бұл модуль көші-қон шығындарын алдын ала есептеу жолдарын, қандай шығындарды ескеру керектігін және осы білімнің сізге қандай пайда әкелетінін түсіндіреді. Модуль соңында сіз көші-қон шығындарын есептеп, саналы шешім қабылдай аласыз. Бұл модульде келесі тақырыптарды қарастырамыз: еңбекке орналасу процесі, туған елде рекрутинг процесі, міндеттер мен төлемдер. Көшіру және рұқсаттар, жұмысқа кіріспес бұрын қажетті шығындар. Сапарға қатысты шығындар мен өмір сүру құны. Жұмысқа кіріспес бұрын өз еліңізде рекрутинг процесін түсінуіңіз керек. Бұл келесі шығындарды қамтиды: рекрутингтік төлемдер, көшіру мен рұқсаттар, жол шығындары, өмір сүру құны. Көші-қонның алдын ала құнын есептеу шынайы күтулер мен қалыптастыруға көмектеседі. Сіз жұмысқа орналасу үшін қай жолды таңдайсыз? Рекрутингтік агенттік арқылы қосымша төлемдер болуы мүмкін. Туыстар мен достардың көмегімен ақпарат алуға болады, бірақ бәрі сәтті болмауы мүмкін. Өз бетінше іздеу, уақыт пен күш қажет етеді, бірақ артық шығынсыз болуы мүмкін. Жұмысқа орналасу үшін қажетті рұқсаттарды алу керек. Сонымен қатар, жол шығындарын ескеру қажет. Жол және өмір сүру құны. Жол шығындары, тұрғын үй жалдау, ай сайынғы күнкөріс шығындары. Біліміңізді және біліктілігіңізге сәйкес қандай жұмысты істей алатыныңызды жазыңыз. Бұл сіздің еңбек нарығындағы мүмкіндіктерді және оларға байланысты шығындарды бағалауға септігін тигізеді. Жұмыс мүмкіндіктерін зерттеу барысында жоғарғы білікті жұмыстар арнайы немесе техникалық білімді талап етеді. Маусымдық ауыл шаруашылығы жұмыстары, басқа талаптары мен шығындары бар. Үй қызметтері, басқа шығындар мен қажеттіліктері бар. Жұмысқа орналасу кезінде сіздің дағдыларыңызға, біліктілігіңізге және біліміңізге байланысты бірнеше нұсқау болуы мүмкін. Жоғары білікті жұмыс, маусымдық ауыл шаруашылығы жұмыстары, жеке тұлғаларға арналған үй қызметі. Сіз туған еліңіздегі рекрутинг компаниялары арқылы жұмысқа орналаса аласыз, бірақ келісімшартқа қол қоймас бұрын келесі сұрақтарды қарастырыңыз. Рекрутингтік агенттіктің Қазақстандағы серіктес компаниясы бар ма? Келісімшарттың шарттарын мұқият оқыдыңыз ба? Жұмыс кепілдігі бар ма? Егер рекрутинг агенттігінің жергілікті серіктесі болмаса, оның уәдесі шынайы болмауы мүмкін. Қазақстанда жұмыс істеу үшін жұмыс беруші тауып, еңбек келісім шартын жасауыңыз керек. Төлемдерге абай болыңыз, себебі сіз жұмысқа орналаспағаныңызды ескере отырып, қарызға бату қаупі бар. Алаяқтық пен жалған ұсыныстардан сақ болыңыз. Алдын ала төлем жасамаңыз. Егер жеке агенттік қызметін пайдалансаңыз, оның лицензиясын тексеріңіз. Шығындары дұрыс есептеп, жұмыссыз қалмау үшін қарызға батпауыңызға тырысыңыз.
Слайд нөмірі 14. Қазақстанда жұмыс табу мүмкіндіктері. Кейбір елдердің азаматтары Қазақстан Республикасының аймағында жеке тұлғалар үшін жұмыс істеу құқығына ие. Мысалы, Өзбекстан, Тәжікстан, Әзербайжан, Молдова, Грузия және Украина азаматтары жеке тұлғалар үшін жұмыс істей алады. Еуразиялық экономикалық одақ азаматтары Қазақстанда еңбек келісім-шарты негізінде жұмысқа рұқсат алу қажеттілігісіз жұмыс істей алады. Егер сіз жеке тұлғалар үшін жұмыс істеуді қаласаңыз, Қазақстанда жарамды ұлттық төлқұжатпен келіп, қажетті рұқсаттарды ала аласыз. Егер сіз жеке тұлғалар үшін жұмыс іздесеңіз, Қазақстанға жарамды ұлттық төлқұжатпен келіп, шекара қызметтерін мөр басылу қажет. Содан кейін сізге жеке тұлға сәйкестендіру нөмірін алу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына бару және жұмыс рұқсатын алу үшін келесі құжаттарды ұсыну қажет. Жұмыс рұқсатын алу үшін сізге өтініш беру, жеке табыс салығын алдын ала төлеуге түбіртегі, шекарадан өткенін растайтын төлқұжат, медициналық тексерістен өту туралы сертификат, саусақ іздері мен фотосурет, медициналық сақтандыру және еңбек келісім-шарты қажет. Рұқсат 1 күн ішінде беріледі және 1 жылға дейін ұзартыла алады. Рұқсат 1 күн ішінде беріледі. Рұқсаттардың ұзақтығы мемлекет тарапына төленген салықтар, салымдар мерзіміне байланысты болады. Бірақ 3 айдан аспайды. Кейін рұқсатты 1 жылға дейін ұзартуға болады. Мемлекетте уақытша тұруға рұқсат алу үшін жоғарыда аталған құжаттар мен жұмысшыны қабылдайтын тұлғаның жеке куәлігі қажет. Жеке сәйкестендіру нөмірі. Бұл 12 таңбадан тұратын бірегей нөмір. Бұл тұлғаға 1 рет беріледі және өмір бойы сақталынады. ЖСН-нің алғашқы 6 таңбасы иесінің туған жылын, айын және күнін көрсетеді. Шетел азаматтары қаржылық операцияларды жүргізу, мүлік сатып алу, салық төлеу, банк есеп-шоттарын ашу, куәліктерін алу және сим-карталарды алу үшін ЖСН қажет. ЖСН алу тегін және оны жергілікті халыққа қызмет көрсету орталығынан алуға болады. Компаниядағы жұмыс үшін қабылдау шығындарды, сапар шығындары, пәтер жалдау, өмір сүру шығындары және жұмыс рұқсатнамасын ұзарту кіреді. Сапар шығындары көлік түріне және бағыттағы елге дейінгі қашықтыққа байланысты болады. Егер сіз отбасыңызбен саяхаттап бара жатсаңыз, пәтер немесе үй жалдауға тура келеді. Компанияда жұмыс істеуді қарастырғанда қабылдау процесіне бірнеше шығындар келеді. Бұл шығындар жұмыстың түріне және орналасқан жеріне байланысты өзгеруі мүмкін. Жұмыс рұқсатына қатысты шығындар. Жұмыс рұқсаты алу бірнеше шығындарды қамтиды. Жеке табыс салығын алдын ала төлеу. Бұл 3450 теңгені 2-ге көбейту арқылы есептеледі. Бұл айына 6900 теңгені құрайды. Егер рұқсат 3 айға берілсе, жалпы шығын 20700 теңге болады. Бұл шамамен $41 құрайды. Фото және саусақ іздері. Бұл қызметтер тегін. Медициналық сертификат. Медициналық сертификаттың құны 2000 теңге мен 10.000 теңгенің арасында өзгеруі мүмкін. Медициналық сақтандыру. Медициналық сақтандырудың құны қамтамасыз етуші мен қамтуына байланысты өзгеруі мүмкін. Пәтер жалдау. Пәтер жалдау құны Қазақстандағы аймаққа байланысты өзгеруі мүмкін. Бағаларды www.крыша.kz сайтынан тексеруге болады. Сапар шығындары автобус, пойыз немесе ұшақ билеттерін қамтуы мүмкін. Шығындар таңдаған көлік түріне және бағытқа байланысты болады. Мысалы, ұшақ билеттері қымбатырақ болуы мүмкін, бірақ тез жетуге мүмкіндік береді. Ал автобус пен пойыз билеттері арзанырақ, бірақ ұзақ уақытты алады. Өмір сүру шығындары, жеке қажеттіліктер Қазақстанның аймақтарындағы бағаларға байланысты өзгеруі мүмкін. Егер сіз маусымдық жұмысшы болсаңыз, жұмыс беруші жұмыс орнына жақын жерде тұратын орын ұсына алады. Егер сіз үй жұмысын атқаратын болсаңыз, жұмыс берушіңіздің үйінде тұрасыз. Сапар шығындары көлік түріне байланысты болады. Егер үйіңіз қашықтықта болса, ұшақ билеттерін сатып алуыңыз қажет. Пойыз бен автобус билеттері арзанырақ, бірақ осындай жағдайда сапар кезінде тамақтану шығындарында ескеру қажет. Еліңізден кетер алдында жұмыс түрі мен көші-қонға байланысты шығындарды түсінуіңіз керек. Бұл медициналық сертификаттар, қылмыстық құқық бұзушылық жоқтығы туралы куәліктер, медициналық сақтандыру, сапар шығындары және өмір сүру шығындарын қамтиды. Бұл шығындарды түсіну сізге тиімді жоспарлар жасап, дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Келесі сессияда біз қаржылық жоспарлау туралы айтамыз. Қосымша ақпарат үшін бізбен байланыста болыңыз. Қаржылық жоспарлау сіздің мақсаттарыңызға жету және қаржылығыңызды тиімді басқару үшін маңызды.